Құрметті әкім жолдастар, міне қазір облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Махатұлының селекторынан шықтық. Ертең таңертеңгі сағат 8-ден бастап Алматы облысының территориясы түгел карантинге жабылады. Ол жерде қазір нелерін жіберіп жатыр, постановление бәрін дайындап жатыр. Ол бізге қалай келіп түседі, барлықтарын өздеріңізге таратамыз. В общем, жігіттер бітті, бәрін түгел жабу керек. Бағана айтылған жаңағы справкамен, анықтамамен ғана жүретін дәрі-дәрмек, азық-түлік, құрылыс материалдары, көктемгі егіс науқанына байланысты ғана жұмыстар жүреді. Қалған вообще мына ауылдағы нетіңіздер, қазір ГАИге де, РУВД-ға бәріне указание берілді. Легковой машине бей-берекет жүреді деген әңгіме жоқ болды. Патруль тоқтатады, сол жерден 26 мың бірден кетенге штрафын салып береді. Штрафпен ғана жүреді. Бәрін елге ескертіңіздер, өздеріңіз жерде участковыймен бірге айтыңыздар, мешіттен хабарлатыңыздар громкоговорительмен. Участковыйларда егерде болған жағдайда рупорт көше-көшен шығып аралаңыздар. Болды, енді тоқтатылу керек бәрі. Түгел республиканский трасса, біздегідей посттар ғана емес, қазір Талғар, Еңбекшіқазақ, Бетонка бәрі жабылады. Түгел пост қойылады, бәріне блокпосттар. Ешкім ары-бері жүрмейді. Мен Алматыда тұрушы едім, келіп едім, мен үйіме қайтпайын ба деген әңгімелер жоқ уже. Осы жерде кімнің үйіне келді, соның үйінде жатады. О жаққа барса, соның үйінде жатады. Bu жаққа келмейді. Ешқандай жер жібермейді.